Şimdi talay jastарды gördük. Kolumuzdan şamamız gelgençe kol işimizni berdik. Kasımız kaldık. Solardan köp ümitimizni aktады, ulkan azamat boldu. Önerde de, memlekette de ulkan hayratker boldu. Kudayga şükür. Sonday bir jakсы, Allah bir jolukturgan elgezek, özü payımı mol, tereң түсінетін, tereң ұғынатын сондай азаматтардың бірі Ардаби. Ардаби бірер жыл Ұлттық өнер университетінде менің қарамағымды істеді. Бірден байқадым, сондай пысық, елгезек, сосын жөн білетін, қазақтың өзінің жолында түсінетін сондай азамат екен. Сонымен сөйлесе келе, ақылдаса келе мен сол кезде Қазақстан ұлттық каналының директоры Нұржан Жалауқыз дейтін қарындасымыз еді. Сол Нұржанмен келісіп, Ардабиді мына көрші ел Қытайға жібердім, сонда қазақтарды. Ардаби маған бір қызық әңгімелер айтты. Кейде бір ауылдан 1000 бүркітші шығады деп. Таң қалдым мен. Соның бәрі қазақ қой, Құдайға тәуба бар екен ғой деп. Жалпы біз енді әр елден келіп жатыр ғой, бауырларымыз табысып еліне қайтадан. Соның ішінде мен мына Қытайдан келген бауырларым ерекше қараймын. Себебі басқа інілеріміздің көңіліне келмесін. Бұл бүкіл қазақи қалпы бұзылмаған, сосын кейін тарихқа деген, ұлттың өнегесіне, мәдениетіне деген ынтасы өте терең сұмдық бауырларымыз сондай. Осы Қытайдан қайтып еліне, өзіміздің туған отанына көшіп келген азаматтардың көбі солай. Және ірі қалыбы көп. Мәулітте Ардабида осы келгенден кейін өзінің Чайковский консерваториясын бітіріпті. Содан кейін осы мынау біздің Ұлттық өнер университетінде бірге табысып, сол жерде менің көзім жетті. Осы жігіттен бірдеңе шығады. Мен тіпті осы біздің елде туып, біздің елде өскен халқына қазір кең танылған кейбір інілерімізге де айттым. Ең болмаса сендер Ардабиден үлгі алсаңдар. Ардаби көрдің бе, келді, университетті несін бітірді, училищені, консерваторияны бітірді. Оны мен тоқтаған жоқ, магистратурасын бітірді, докторантураны бітірді, диссертациясын қорғап алды. Қазір қалай айтсаң да жарасатын, қалай айтуға да болатын үлкен ғалымға айналып келеді. Сол айтқандай, Ардаби кейін кезде өзі құлашын кеңге сілтеп, қазір ғылыммен де, шын мәнінде нағыз ғылыммен айналыса бастады. Ардабидің кейін кезде жазған мақалалары, сол Қытайға барып келгендегі тапқан, таянған туралы айтқан, сосын жалпы қазақтың күй өнері туралы, күйшілер туралы өткізген бірнеше хабарын тыңдадым, өте шебер. Және өзі шешен жігіт. Мен өзіне айттым, Ардаби, сен мен білмейтінен, сен шында шешен екесің ғой деп. Енді Ардабидің соңғы мақаласы мына кеше Егемен Қазақстанға шықты. Абайдың күй туралы мақала, терең мақала. Енді біз енді көптен білеміз ғой, енді естиміз. Абайда күй болған деп. Ал енді кейбір күйлердің мәселен май түні дейді, тыңдасаң, енді екі ойлыға боласың. Өйткені бұл күні кеше ғана шыққан күй сияқты. Ал Абайдың заманы басқа еді. Ал кейінгі күйі
мен өзінің қолынан тыңдадым. Ардабейдің бұл түп бөлек. Абайдың табиғатына өте жақын. Өте жақын. Абайдың өзі тартып отырғандай тыңдайсың. Өйткені Абайдың жүрегінің сыры, Абайдың терең ойы осы күйде өте әдемі көрінеді, сезіледі. Менің ойымша, бұны Егемен Қазақстан өз батылы жетіп жариялаған екен. Мен кімге оның редакцияның басшысы Дарханға алғысымды айттым шырағым. Өзі шындық деген таластан туады. Пікір таласы болуы мүмкін. Мынаны сол Құда қаласа Абайдың бір 175 жылдығының алдында сүйіншілеп халыққа жариялап жіберген жақсы болған екен. Және оны Ардаби жіп кеткенде кімнен алды, қайдан алды, ол адам ол кімнен алған, қайдан алған, соның бәрі түпқазығына дейін қазбалап тұрып жазған екен. Мен өзім иландым. Және өте қатты қуандым. Мәселен, Абай домбыра ұстамады, Абай домбыра тартпады деп бір адам айта алмайды. Аналдай құдіретті әндердің бәрін Абай қайдан шығарды? Домбырамен шығады. Қазақтың серігі де, сырласы да, мұңдасы да домбыра. Ол мұңын сол Абай алдымен домбыраға шаққан, сырын алдымен домбыраға айтқан. Сөйтіп, сондай әндер шығарған Абай күй шығармады деп ойлау мүмкін емес. Кез келген қазақ толғанса күй шығарады. Мәселен, мен өзімді күйшімін, композитормын деп есептемеймін, бірақ Илья Жақанов сен халық композиторсың дейді. Өйткені мен консерваторияның маңайына жоламаған адаммын. Ал енді айтқаны келсін, лайым өйткені менің жанымды жеп, бүлкі тебірентіп, пәлен жыл, кемі 20 жыл толғатып шығарған екі күйім бар. Ол екеуінде Ардаби тартады. Өзің емес, біреуден тыңдағаның анығырақ болады, көкейіңе қонады. Ардаби тартқан сайын өзіме риза боламын. Бұл күйлерді ең алғаш тартқан Жанғали қазақ күйшілерінің ішіндегі осы шешен, терең жігіттердің бірі деп білемін. Сосын осының консерваторияны қалай бітіргенін білмеймін. Өзінің бармағы, саусағы консерватория бітірмеген баяғы біздің бабаларымыз, ағаларымыз сияқты. Мен сондай саусақ жақсы көремін. Табиғи, ішіне түсіп тартатын. Бұны Ардаби де сол кез келген өзі игерген күйдің ішіне түсіп тартады. Ардабиге табыс тілеймін. Ардаби ерінбеу керек, жас, келешегі бәрі алда. Қаласа осы күйлерді тарау қылып, қазақта неше түрлі күймектері бар. Солардың бәрін ара жігін ашпай, бірімен бірін жалғастырып, бірімен бірін үндестіріп, халықтың санасына сіңіре беру.